Сәлем баршаңызға, сіздерге кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан шығады, толық нұсқасы видеоның астында. Ең алдымен сгущенкамызге жұмыртқамызды салып, екеуін араластырамыз. Алдын ала сары майымызды ертіп алып, құямыз. Одан кейін өлшенген ұнымызды ситодан өткізіп, үстіне саламыз. Разрыхителімізді және ванилия мен тұзымызды салып, бәрін бірге венчикпен араластырамыз. Массамыз осындай болып шығу керек. Одан кейін мен осындай форма пайдаландым. Соның үстіне құйып, 180 градуста 40 минут пісіріп аламыз. Әбден суығаннан кейін формамыздан шығарып, кесіп, столымызға қоямыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай жасалады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.